Барлығыңызға сәлем, құрметті оқырмандар. Бүгін сіздермен бөлісетін тағам сүйру лағманның рецепті. Соңына дейін қарап, ұнаса лайк басып, қоңыраушаны басып, каналыма жазылып қойыңыздар. Ол үшін біз алдымен етті майдалап турап аламыз. Сүйру лағман деген еті молырақ болғаны жақсы. Әрине, бірақ өз қалауларыңызша алсаңыздар болады. Және көкөністерді де өз қалауларыңызша алсаңыздар болады. Мен өз басым сельдерейді жақсы көремін. Сельдереймен жасаған тіпті дәмдірек болады лағманның. Сельдерейден бір бумасын алып, оны да майдалап турап аламыз. Сосын пекин капустаны да майдалап турап аламыз. Және де бір тал қызыл бұрыш пен бір тал көк бұрышты да майдалап турап аламыз. Және пиязыны да майдалап турап аламыз. Және бізге керегі бір тал помидорды да майдалап турап аламыз. Содан соң табаға майды құйып қыздырып, алдыменен етті салып қуырамыз. Ет сарғайғанша қуырып аламыз. Содан соң пиязын салып қуырамыз. Және дәмдеуіштерден қара бұрыш, ақ бұрыш және паприка салып қуырамыз. Және біраз қасық томат пастасын қосып, біраз қуырып аламыз. Содан соң сельдерейді салып, және капустаны салып қуырып аламыз. Және қызыл бұрыш, көк бұрыштарымызды салып қуырамыз. Помидорды салып қуырамыз. Дәміне қарай тұзын саламыз. Біраз қуырып алған соң азырақ су құямыз. Егерде шырыны мол қою болғанын қаласаңыз, суды аздан құйып отырып, қою қылып, шырыны молырақ қылып шығарсаңыз болады. Содан соң тұзын көріп, тұзын теңшеп, тәрелкемізге салып аламыз. Лағманның қамырын дайындауды барлық адам біледі. Сол себепті мен бұл жерде көрсеткен жоқпын. Егерде қажет қылсаңыздар, менің каналымда астында сүйру лағманның рецепті бар. Сол жерден көре аласыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.